Selam dostlar. Men bugun sizlar shoshilinch ishlar olib ketdim. Menga осындай көп заказlar kelib жатыр, достар. Mana menде заказ көп. Менде үйде осындай толып отырған. Бірақ оны көп адам осындай салшы, боксқа салшы дей береді. Содан кейін менің көп не кетеді. Осындай подаркым кетеді. Оны ашып көрсетейін, бірақ бұл өзімдікі вообще қолданбағам. Просто өзіме қойып қойғанмын, ашып көрейік. Көп адам ашамайды екен, өйстіп ашасақ. И менде осындай артында гүл тұрады. Менің бұл просто өзімдікі. Еще мен осындай ыдысқа, тем более осындай ыдысқа мен кликаны салып қоямын арасында. Бірақ оны бұлай сразу бере салмаймын. Бірақ оны бір-бірден беріп аламын. Короче, берем. Сатып алып, өздері сұрағанша берем. Бірақ менде уже бітіп қалды. Әлі біткен жоқ ол, бірақ та бітті деп айтпай қояйын. Бітсе айтамын, достар, бірақ та бітті ма деп сұрап көрдіңдер менен. Бітті десем, ренжімейсіңдер ғой. Просто көп адам заказ береді да, ақша не болғаннан кейін. Мынаның өзі айтайын ба неше теңге? 5 теңге тұрады да, бірақ мен бұның өзімізден неше теңге алатынымды айтпай қояйын. Бұның өзі бізде 400-300 теңге, бірақ мен сендерге арзан сатамын просто. Бірақ бұл жерде алған адамдар бар ма, жоқ па, мен білмеймін. Бірақ та мен алдым деп мені алдап жүрмеңдер. Мен осы адамды алды деп жүрмеймін менде. Сіздерге алданып, жынды болып жүрмін. Бірақ мен Қырғызстан, Өзбекстан, оларды Қытай, ондайларды вообще аламаймын. Сондықтан қазақтарды ғана алам. Бірақ көп адам сөйлеп істемейді екен, просто ән қоя салады екен да. Мен әнді ұнатпаймын, просто үстіп қоя салғанды жақсы көргем. Жабылмай жатырмын, короче, осындайды. Мен еще бұны ашып, басқасын салу керек қой. Көп адам айтады, салмай-ақ қойшы, ештеңе салмай-ақ қойшы депті да маған. Мен жарайды деймін көп адамға. Ладно деймін. Шыны жылтырайды ма? Қайда деді оқыған? Жылтыл деген. Жылтырайды. Қалай айтады, ей? Көп сөз айта аламын, бірақ дұрыс айтпаймын. Мен дұрыс саламай жатырмын, достар. Қалай саламайтындаршы десең. Бағана бекер алдымшы. Дай қазір екінші шығарам. Мынандай қылды. Бітуіне. Пока!